If I won the lottery, I'd buy a big house. Егер мен лотереядан ақша ұтып алған кезде мен үлкен үй сатып алар едім. Сәлем достар, бұл бізде second conditional. Неге? Себебі адамның бұл арманы қиялы, жоспарсыз бір айтылған өзінің елестетуі, өзінің ойынан шығарып алған деп айтуға да болады. Солай адамның көбіне орындалуы өте қиын болатын шартты сөйлемдері. Бұл бізде second conditional деп аталады. Ол өткен шақпен жасалады. If бізде міндетті түрде болады. If себебі бұл бізде conditional, шартты сөйлем. Past simple өткен шақ, сосын would және plus infinitive, яғни инфинитивпен жасалады. Would міндетті түрде болады. Қараңыздар. If I won the lottery, I would buy a big house. Мына жерде on бұл жерде өткен шақ, оның өз шағы win болады. Және I would buy, міне would, сосын buy, infinitive, ол бізде жетістік, infinitive buy. Дәл осылай орындалу өте қиын. Миллионнан бір-ақ адам оны алу мүмкін. Лотереядан адам миллионнан бір-ақ адам ұтып алу мүмкін. If I met the Queen of England, I would say hello. Егер мен Англияның патшайымын көрсем, мен оған сәлем деп айтар едім деп тұр. Яғни бұл да мүмкін емес, өте шартты орындалу өте қиын. 30%, 20% ғана орындалу мүмкіндігі бар, енді 100%-дан. Осындай шартты сөйлемді біз second conditional дейміз. Міне met ол meet'тің өткен шағы, және I would say. Міне формулаға салынып тұр. Мына формуласы міндетті түрде жаттап алу керек, бұл бізге керек. Яғни imagining, жаңағыдай армандау, қиялдау. If I had a car, I would drive it every day. Егер менің көлігім болса, мен оны айдар едім, күнде оны жүргізер едім. Міне осындай адамның өзінің армандары болады екен. Үшінші сөйлемге қарасақ, I would be happy if Kelly were my boss. Мен бақытсыз болар едім, егер Келли менің бастығым болмағанда дейді. Бұл жерде де адамның өзінің ойлауы, өзі ойдан құрастыра алады, шыны керек. Солай, сондай болса сондай болар, сондай болса сондай болар еді деген сияқты шартты сөйлем өнді бұл. Орындалу екі талай адамның арманы немесе қиялы, бұл бізде second conditional. Формуласын міндетті түрде жаттап алыңыздар. Жаттығу жасаймыз. If he be my friend, I invite him to the party. Мынаны жазып алыңыздар, достар. Орындаңыздар. Жақшаны ашу керек. Second conditional'ға салу керек. Формуласын салу жерде салсаңыздар болады. Сіздер өздеріңіз уақытты тоқтатып, видеоны тоқтатып, орындап алсаңыздар болады. Бірер секундтан соң мен жауабын ашамын. 2. If I be taller, I become a basketball player. 3. If an asteroid hit our planet, it caused an ice age. Жақшаны ашамыз. Мысал үшін бірінші бидің өткен шағы if he және invite'ға would және infinitive would invite болады екен. Жауабын көрейік. If he were my friend, I would invite him to the party. Ол менің досым болғанда мен оны қонаққа шақырар едім. Вряд ли ол оның досы болса да ол шақырмас еді деген сияқты. Сондай мысалдармен жаттығу жасадық, достар. Жалпы осы менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер, оқыған озады. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияға сұраққа жауап кетіңіздер, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар, білімдеріңіз арта берсін, білімдінің күні жарық.